Hayırlı gün balalar. Hayırlı gün. Жарайсыңдар балалар. Бізде қазір қандай сабақ? Әдебиеттік оқу. Дайынбыз ба әдебиеттік оқу сабағына? Иә. Бүгін сабақта кім жоқ? Иә? Нұрадинова Хадиша. Нұрадинова Хадиша ма? Басқа барлығымыз түгелміз ғой, иә? Иә. Өте тамаша. Олай болса балалар, барлықтарымыз психологиялық ахуал қалыптастыру үшін шеңбер болып ортаға келейік. Жақсы, өте керемет. Олай болса балалар, біздер қазір өткенді қайталау, өткен тақырыбымызды пысықтайтын боламыз. Біз өткен әдебиеттік оқу сабағында қандай тақырып өттік? Кім айтады? Қол көтереміз? Иә? Құм мінезі. Құм мінезі авторы кім? Оралхан Бөкей. Оралхан Бөкейдің құм мінезі мәтінін естедік. Өттік. Енді олай болса, осы өткен тақырып бойынша сіздерге бірнеше сұрақтар беремін. Осы сұрақтарға дайынбыз ба? Үйде оқып келдік па? Өте тамаша, жарайсыңдар балалар. Олай болса, осы құм мінезі мәтініндегі адамның аты кім? Қол көтереміз. Иә? Иә, кім айтады? Бархан. Бархан ол кім болды? Қойшы. Қойшы болды. Қол көтереміз балалар. Қойшы болды. Иә, өте жарайсыңдар. Керемет. Енді кезді көрді. Құмда қандай өзгерістер болып жатқанын білді ма? Иә, қалай білді? Иә, кім айтады? Иә, айта ғой. Екеуіңнен. Ол құмдағы құмның құмның көңілге түсіп жатқанын көрді, білді. Иә. Ал оның заттарын жануарларын өлтіріп, сосын Жануарларын кім өлтірді? адамдар. Аңшылар, адамдар, иә? Тағы кім толықтырады? Иә? Сейілден алып және де оның жануарларын аулап өлтіріп, одан кейін ол құмның мінезі өзгеріп, берекесі ашылып, содан кейін оның мінезі өзгереді. Иә, қатты ашулы күйге мінеді. Ол құмдағы сексеуілдер қайда кетті? Не істеді оны? Кім айтады? Иә? Отынға пайдаланды. Отынға пайдаланды. Оны кімдер алды? Оны адамдар Қалай алды оны? трактормен қопарып алды. Иә, тракторлармен қопарып алды. Ол сексеуілдердің орны қандай болып қалды? Иә, қол көтереміз. Қопарылып, майысып жоқ болып кетті. Ойлы орындары нашар күйге түсіп қалды, иә? Солай ма?
Өте тамаша, жақсы. Енді осы қызыл құмды өзгертуге бола ма? Қалайша? Кім айтады? Отырамыз, айта ғой. Айтшы еді. Тамырларын ауламаса, оның көңілге жақсы болады. Кім айтады? Айта ғой жан. Қазақстан ішінде орналасқан. Қазақстан ішінде көп мөлшер Қазақстан ішінде орналасқан, бірақ ол шекаралас құм. Өзбекстан елінде де бар, Түркменстан елінде де бар. Үш елге де шекаралас болып келетін осы Қызылқұм. Біздің Қазақстанымызда Қызылқұмның ауданы 300.000 метр квадратқа дейін ұзарып жатыр. Қызылқұм қайда дегенде Қазақстанда бар екенін ұмытпайтын болайық, балалар. Жақсы ма? Олай болса, балалар, біз сіздермен бірге осы сұрақтарға өте тамаша жақсы жауап бердіңдер. Енді үй жұмысына байланысты тест тапсырмасын орындайтын боламыз. 3 минут уақыт беремін, балалар. Тестті оқып, үйде дайындалып оқып келген болса, осы тест тапсырмаларындағы сұрақтарға тестті жауап беретін боламыз. Ерте ұланға бердің ба? Үй жұмысына дайындалып келген болса, біздер тест тапсырмасын оңай ғана орындайтын боламыз. Балалар, мына беріп жатқаны бағалау парағы. Бағалау парағына өздеріміз белгілеп отыратын боламыз. Тестті орындап болғасын топ басшы жинай қойсын. Бағалау парағы сабақтың соңына дейін қасымызда тұрар. Бағалау парағы өз түсінгендерімізді түсінбедік деп белгілеп отырамыз. Сабақтың соңында жинап алатын боламыз. Жақсы. Бірінші топ бітірді тест тапсырмасын, жарайсыңдар, өте тамаша. Үшінші топ жарайсың, өте тамаша. Жарайсың, төртінші топ, екінші топ, өте тамаша, жарайсыңдар, Аты жөндеріңізді барлығын жаздық қой? Осы тест қалай орындағандарыңыз, үй тапсырмасын қалай орындағандарыңызды осы тест арқылы білетін боламын. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз тіршілік көзі еңбекте, есік қаққан еңбек. Қайталаймыз балалар. Тіршілік көзі еңбекте. Бүгінгі тақырып өтетін мәтініміз есік қаққан еңбек. Түсінікті ғой, Жақсы. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты, бізде 3 мақсат бар балалар. Осы 2 мақсатқа біз сыныпта жетуіміз керек. 3-ші мақсатымыз бізге үйге жұмыс болады, Бірінші мақсатымыз өз ойын сезімін, көзқарасын өмірде болған өзге шығармада ұқсас оқиғалармен салыстыра отырып білдіру. Екінші мақсатымыз осы таныс мәтінге жаңа кейіпкерлер қосып, жаңа сюжеттер енгізу. Өз ойымызбенен не істейміз? Ойлап, осы өтетін мәтінімізге сәйкес сюжеттер енгіземіз өзіміз. Ал үшінші оқылған шығармадағы оқиға жүйесін анықтап, оны бөліктерге бөліп, әр бөлігіне жоспар құрып келетін боламыз. Ол бізде үйге тапсырмамыз болады, Олай болса, түсіндік қой, балалар? Өте тамаша, жарайсыңдар. Балалар, әр топтан бір топ басшы келе қойсын. Топтарымыздың атауын алып алайық. Бірінші топ атауы көтеріп. Екінші топ, үшінші топ, төртінші топ. Балалар, бірінші топтың атауы қандай болды? Африка. Екінші топ атауымыз қандай болды? Екінші топ. Антарктида. Үшінші топ. Төртінші топ. Қазақстан. Енді топтарымыздың атауының не себептен осы елдердің аты екенін біздер қазір сабақ барысында жаңа тақырыпты өтіп жатып білетін боламыз. Жарай ма балалар? Өте тамаша. Жақсы балалар. Енді дәптерлерімізді ашамыз. Балалар, бүгін ақпан айының нешесі? 27-сі. Сынып жұмысы тақырыбын айтып. Есік қаққан еңбек. Өте тамаша,
жарайсыңдар балалар. Жазып аламыз дәптерлерімізге. Ал еңбек ол жалқаулықты жеңеді. Соны есімізде сақтайық, иә? Жазып болдық па? Өте тамаша, жарайсыңдар балалар. Олай болса, кітабымыздың нешінші бетін аштық? 114-115 бетін ашамыз. Есік қаққан еңбек. Бірінші осы мәтіннің авторымен танысатын болайық, балалар. Осы мәтіннің авторы бізде Райхан Мәженқызы. Қайталаймыз. Райхан Мәженқызы. Ол 1956 жылда мамыр айының 7-сі күні дүниеге келген. Қай облыста? Алматы облысы, Райымбек ауданы, Сарыжаз ауылында дүниеге келген. Ол кісі жазушы, өзі баспагер, ғалым болған кісі. Ол 1978 жылы Қазақтың Абай атындағы педагогика институтының математика факультетін бітірген ғалымдардың бірі. Ол бізге есік қаққан еңбек деген мәтінін бүгін міне өтетін боламыз оны. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Енді балалар дәптермен жұмыс жасадық. Кәне әркім өз ойын айтсын да маған. Сіздер біздің далада табиғатымыз бар. Бізді қоршаған ортамыз табиғат қой, осы біз өзіміздің қоршаған ортамызға, табиғатымызға қандай жақсылықтар жасадыңыз? Кәне кім есіне түсіреді? Қол көтереміз. Айта қойжаным. Мен егін ектім, оны өсірдім. Өте тамаша. Тағы айта қой, деп болады. Мен артымыздан өсіп суардым. Сосын жазда оның еңбектеніп жемістерін жедік, Тағы да өте тамаша. Нұрислам. далада жатқан қоқыстарды мен қоқыс жәшігіне жинап, жарып тастадым. Өте тамаша. Тағы да Мен өз үйіме алма ағашын егіп, жазда алып жеймін. Өте тамаша. Тағы Осы атысы енді егін егіп, осы жазда дейтін осындай. үйіңе атаңа көмектестің ба? Өте тамаша. Өте тамаша. Айта қойжаным. Ағаш пен гүлдерге су құйған өте керемет. Мен ауламда суға шашылған сулап жинадым. Өте тамаша. Өте тамаша. Жарайсың. Айта қойжаным. Өте тамаша. Аулада қоқыстарды жинады. Өте тамаша. Міне, көрдіңіз бе балалар? Біздер не істедік? Еңбектендік па? Табиғатқа жақсылық жасадық па? Олай болса табиғатымыз, жер анамыз бізді қандай көреді? Жақсы көреді. Біздер оған еңбектенсек, жақсылық жасасақ, ол да бізге жақсылық жасайды. Біз үнемі осылайша табиғатымызға, қоршаған ортамызға жақсылығымызды жасап жүретін болайық, балалар? Өте тамаша, керемет. Олай болса, балалар, бізде осы мәтінді қысқаша оқиыншы, кәне, әр топтан. Бірінші, Азат жолынан, бірінші топ. Кім оқиды? Сен оқисың ба? Оқи ғой. Біз орнынан тұрып оқимыз, жылдан балалар. Дауысын шығарамыз қатты. Тыңдаймыз. Еңбек әлемді жаралайды. Еңбек жауған жаңбыр тамшыларын жерге жетпей, күннің үлгілерін астағымызға айналған Африка елінің атқарады. Әлемдегі ең биік нами күнтөбелерінің осы Африкадағы құм белесіндіретін бет алған еңбекті шөл қысып әбден әсірге қара қоңыз қарсы алады. Еңбек қара қоңыздың күнтөбеге алып шығады, қараңғы түсуін күтер, өйткені түнде теңіз жақтан тұман түседі. Қараңғы түссе қара қоңыздың жерге қарсы арқасын тостырып басын қояды. Оның арқасына қалың тұман тамшылары пайда болады. Арқасына аққан тамшылар қара қоңыздың алдына шыға бастайды. Рахмет деген қара қоңыздың әлсіз дауысы естіледі. Өте тамаша. Жалғастыр екінші топ. Адамдар барамайтын антарктикадағы еңбек етіп барып қайтады. Мұзға айналған әлем
қайтарып кетеді. Сондықтан тестілері зорайып ауызынан шығып тұратын теңіз мысығы екі жаққа дейін қаласын арқалап өтеді екен. Өте тамаша. Үшінші топ жалғастыр. Тіршілік атаулысына ғажайып өмір сыйлағысы келген еңбек үндістаннан өтіп бара жатып тәтті деп жүрген балаларды кездестіреді. Еңбек балаларға тәттілігі тіл үйрететін қамыс қанты өсіруді үйретеді. Қылтиған қамыс түбінде түнеп жатқан балаларға еңбек ерекше сүйсінеді. Содан бері тәтті құмар балалар қамысын өздері өсіріп жинап алатын болыпты. Өте тамаша, жарайсың. Төртінші топ жалғастыр. Еңбек енді бағбан досы өсірген бау-бақшаны аралайды. Сайраған құстардың дауысы күндіз-түні бір толастамайтын бақшада еңбекті дәуітпен үнді тынасы құшақ жая қарсы алады. Үш бұрыш тәрізді басы бар ұзын мұртты үш көзді дәуіт бір орнына отырып шыбын-шіркейді ұстап жейді. Ал сенгіш те тезімді отырма бақшаны күзетеді. Құстардың ұясын бұзып жұмыртқасын жегісі келген жыландарды тырнап еткізіп жетінен аулап жеп отырады екен. Өте тамаша, жарайсыңдар балалар. Қысқаша оқыдық, енді осы мәтін бойынша видеороликті тамашалайтын боламыз. Мұқият қараймыз. Әлемді шарлайды. Еңбек, жауған жаңбыр тамшылары жерге жетпей кеуіп үлгеретін аты аңызға айналған Африка еліне аттанады. Әлемдегі ең биік Намиб құм төбелері осы Африкада. Құм белестеріне бет алған еңбекті шөл қысып, әбден әлсіреген қара қоңыз қарсы алады. Еңбек қара қоңызды құм төбеге алып шығады да қараңғы түсуін күтеді. Өйткені түнде теңіз жақтан тұман түседі. Қараңғы түсе қара қоңыз желге қарсы арқасын тостырып, басымен тұрғызып қояды. Оның арқасында қалың тұманнан тамшылар пайда болады. Арқасынан аққан тамшылар қара қоңыздың аузына құйыла бастайды. Рахмет! Қара қоңыздың әлсіз даусы естіледі. Тамшыға таңдайы жіберген қара қоңыздың жаратушыға алғысы шексіз еді. Еңбекпен достасқан күннен бастап шөл далада тіршілік ететін қара қоңыз осылайша шөлін тұманнан пайда болған тамшылармен қандыратын болыпты. Адамдар бара алмайтын Антарктидаға да еңбек ерінбей барып қайтады. Еңбек қолтығылған пингвиндер жүзіп жүрген мұздарды елеместен жарыса суға сүңгіп, балық ұстап, балаларын қоректендіреді. Пингвиндер балапанын өскенше қалтасына салып бағады екен. Осы мұзды мұхиттың түбінде қысы-жазы жайылатын теңіз мысығымен де еңбек достасып кетті. Сойдақ тістері сорайып, аузынан шығып тұратын теңіз мысығы 2 жасқа дейін баласын арқалап өсіреді екен. Тіршілік атаулыға ғажайып өмір сыйлағысы келген еңбек Үндістаннан өтіп бара жатып, тәтті іздеп жүрген балаларды кездестіреді. Еңбек балаларға тәттілігін тіл үйретін, қамыс қантын өсіруді үйретеді. Қылтиған қамыс түбінде түнеп жатқан балаларға еңбек ерекше сүйсінеді. Содан бері тәтті құмар балалар қант қамысын өздері өсіріп, жинап алатын болыпты. Еңбек енді бағбан досы өсірген бау-бақшаны аралайды. Сайраған құстардың даусы күндіз-түні бір толастамайтын бақшада еңбекті дәуіт пен үнді тырнасы құшақ жая қарсы алады. Үшбұрыш тәрізді басы бар, ұзын мұртты, үш көзді дәуіт бір орында отырып ап, шыбын-шіркей ұстап жейді. Ал сезімтал тырна бақшаны күзетеді. Құстардың ұясын бұзып, жұмыртқасын жегісі келген жыландарды тырна-тырп еткізбей, шетінен аулап жеп отырады екен. Көрдік па балалар? Өте тамаша. Еңбектің қандай елдерге саяхат жасағанын көрдік қой, иә? Сол себепті міне бірінші қай елге саяхат жасады? Африка. Екінші? Антарктида. Үшінші? Үндістан. Төртінші? Бау-бақшаға барды, иә? Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, енді мәтінді біздер әр азат жолында оқыдық, видеороликті тамашаладық. Енді топтық жұмыс сіздерге бірінші Африкада еңбекті кім күтіп алды? Кәне, ойласып, түсінуіңізді айтатын боласыздар. Екінші кім күтіп алды? Антарктидада. Пингвиндер, жарайсыңдар. Үшінші кім күтіп алды, балалар? Тәтті құмар балалар. Төртінші? Ойласып, ақылдасып. Балалар, не істедік?
тыңдаймыз ба? Өте тамаша, жарайсыздар. Онда әр топтан бір оқушы шыға қойсын, тыңдайық. Басқаларымыз мұқият тыңдайтын болайық, иә балалар? Бірінші топ бастайық. Еңбек келе жатқан кезде су тамшысы жерге тимей жатып кеуіп үлгеретін аты аңызға айналған Африка еліне келеді. Африка елінде ол сусыздықтан әлсіреген қара қоңызды көріп алады. Ол қара қоңыз тіпті қатты сусыздықтан теріп кеткен екен. Еңбек оның ауыр халде екенін көріп, кеш батқанша құшағына салып күтіп отырады. Және өйткені кеш батқан кезде теңіздің булары төбеге ұшып, қоңыз арқасына келіп, су болып қоңыз аузына түсетін еді. Және сол кеш батқаннан кейін қоңыз арқасын қойып, дәл солай тостырып қояды. Сөйтіп бұл келеді де, ол қоңыздың арқасына кіріп, су болып шығады. Өте тамаша, солайша еңбек қоңызға қалай су ішуді үйретеді. Сол күннен бастап қоңыз суды кеш батқанша күтіп отыратын болды. Өте тамаша, жарайсыз. Жалғастыр екінші топ. Еңбек Антарктидаға ерінбей барады. Ол жерде еңбекті пингвин күтіп алады. Пингвиндер балық аулап, ол балаларын асырап, тамақтандырып өсіреді. Ол пингвиндер балаларын қалтасына салып, үлкейгенше қалтасына салып жүреді. Сосын екінші теңіз мысығымен еңбек дос болып алады. Теңіз мысық өзінің баласын 2 жасқа толған дегенше арқалап жүреді. Өте тамаша, жалғастырамыз, иә? Қазай өмір сыйлағысы келген еңбек Үндістаннан өтіп бара жатып тәтті құмар балаларды көреді. Сол кезде тәтті құмар балалар қамыс өсіруді үйретеді еңбек. Сол кезде балалар оны жинап алады да, қамысты астында түнеп жатқан балаларды көріп, оған сүйіспеншілікке қарайды. Сол кезде бастап балалар қамысты өздері жинап алатын болыпты. Төртінші Жанеле. Оның досы бар екен, ол бау-бақшасына, сол досының бау-бақшасына барады. Сөйтіп алдынан Дәуіт пен үнді тырнасы құшақ жайып күтіп алады. Сөйтіп жаңағы Дәуіт бір орында отырып шыбын-шіркейді жеп отырады екен. Ал үнді тырнасы құстардың жұмыртқаларын жейін деген жыландарды тұмсығымен шұқып жеп отырады екен. Өте тамаша, жарайсыңдар балалар. Түсіндік па балалар? Иә, жақсы. Ол дәл біздер сияқты бала, солай ма? Ол не істеді? Бізді еңбек сияқты ете аламыз ба? Еңбек етуді бізде үйрете аламыз. Кімдерге? Өзімізден кішкентайларға, ата-анамызға көмектесе аламыз еңбектен, иә? Еңбектенсек біздер алда қойған мақсаттарымызға жетеміз. Адам өзінің қажеттіліктеріне еңбек ету арқылы жетеді. Бізде не болады сонда? Өзімізге керек барлық заттарымызды еңбектену арқылы, ақша табу арқылы біздер не істейтін боламыз? Ала алатын боламыз, иә балалар? Түсіндік қой, иә? Дәл солай міне еңбек бірінші Африкада қоңызға барады, екінші кімге барады? Пингвиндерге барады. Ол жерде теңіз мысығымен дос болады. Үшінші Үндістанға барады. Ол жерде тәтті құмар балалармен дос болады. Ал төртінші бау-бақшаға барады. Бау-бақшадағы Дәуіт пенен тырнаны кездестіреді. Сол жерде оларға қандай еңбектену керектігін үйретеді. Олар сол еңбектену арқылы бау-бақшадағы жемістерді қорғайды. Мына жерде қоңыз су ішуді үйренді. Балалар тәтті қамыс өсіруді үйренді. Ал пингвиндер өздерінің тамақтарын тауып, балаларын асырауды не істеді? Үйренді. Түсіндік қой, иә балалар? Өте тамаша, жарайсыңдар. Олай болса,
Балалар, серпінту сәтін жасаймыз. Өте тамаша балалар, жарайсыңдар? Өте тамаша, жарайсыңдар. Бүгінгі тақырыпқа түсініп жатырмыз ғой, иә? Еңбек, қалай еңбектену екенін барлығына түсініп жатырмыз ғой, иә? Өте тамаша, олай болса балалар. Біздер бар ғой, осы тіршілік атаулыға өмір сыйлағысы келді ғой, жаңа еңбек. Үндістанға барды, Африкаға барды, Антарктидаға барып, ол барлық тіршілік атаулыға не сыйлады? Өзінің ғажайып өмірін сыйлады. Себебі қоңызға су ішуді үйретпегенде ол не істер еді? Шөлде не істеп қалар еді? Азап шегетін еді, жоқ болып кетуі мүмкін еді. Пингвиндер не істер еді? Ол осылайша еңбек тіршілік атаулыға ғажайып өмір сыйлап жатыр, иә? Осылайша тіршілік атаулыда өмір сыйлаған еңбекке қандай баға бересіңдер? Шынымен ба? Не себептен? Себебі еңбек етпеді, ол еңбек етті, үйретті. Осылайша өте тамаша, жарайсыңдар балалар. Енді олай болса біздер осы кезге дейін ертегі, мәтіндерді оқып үйреніп жатырмыз ғой, иә? Осы адамға болсын, жан-жануарлар бір-біріне тіршілік атаулыға қандай жақсылықтар жасағаны туралы нелерді білеміз, есімізге түсірейікші. Ертегі болсын, сіздер өз ойыңыздан құрастырып айтсаңыз да болады, мысалыға да. Кім айтады кәне? Міне осы жерде жануарлардың исімі бар. Кім айтады? Иә? Мәт айта ғой жан. Бірде арыстан жүріп жатқан кезде тор ішіне кішкентай адамдар кішкентай енді туылған қозыны әкеледі. Арыстанның үстіне мініп оны шамасы мамасы деп көрген болуы керек. Арыстанның үстіне еркелеп мініп істей берді. Арыстанның мазасын ол алды. Арыстан енді тұрған кезінде оған тиіспеді. Өйткені оның жүні бұйра-бұйра, түрі аянышты, түрі әдемі еді. Арыстан оның сүйкімділігіне қарап, арыстан ешқашан ештеңеге тимей, көзін жұмып ұйықтап қалды. Солайша қозыға тиіспей оған не істеді? Өмір сыйлады ма? Негізінде ол қозыны арыстанға жеу үшін әкелген еді, бірақ арыстан оған жақсылық жасады. Өте тамаша. Кім айтады тағы да? Айта ғой жан. Тыңдаймыз балалар. Жалғастыра бер. Төле би деген бұрын деген ағаш үйін күнәм жатқан кезінде бір зат көріп қалады, қарлығаштың ұясын көріп қалады. Сосын осыған өмірдің назарын аударып тұрған кезінде жаны ашып тұрып, сосын жаңағы жаулардың қол астына айтады: мен сен ешкім өшпедің деген кезде мен күш алмадым. Менің ағаш үйімде қарлығаштың ұясы бар екен. Сосын ол сөйтеді да бәрі барып қараған кезде қарлығаштың ұясы бар екен. Сосын олар сөйтеді да бәрі жауда шаппай сөйтіп аман қалады. Көшпей өз елінде қалады. Содан кейін қарлығашты Төле би құтқарады. Қарлығаш Төле биді құтқарады. Төле бидің өзі қарлығашты құтқарып оған тиіспейді, иә? Өте тамаша. Тағы кім айтады? Кім айтады тағы да? Айтатындар бар ма? Айта ғой жан. Құмырсқа туралы? Күндегі бір күнде бір аңшы болыпты. Ол аңшы ескерту жасапты жәндіктерге. Бүкіл жәндіктердің бәрі ініне кіріп жатсын дейді. Әйтпесе менің атым жәндіктерді таптап кетеді дейді. Сөйтіп жәндіктер оны естігеннен кейін інінен шықпай қояды. Ал жолда кетіп бара жатып аңшы бір топ құмырсқаларды
айтады: "Ей, сендер неғып жүрсіңдер?" дейді. "Біз сізді қонаққа шақырудамыз" дейді. Сөйтіп, "Сендер маған қалай тамақ бермексіңдер?" дейді. Сөйтіп, жаңағы "Ал жақсы, маған бір уыс нан, бір уыс су әкеп беріңдер" дейді. Сөйтіп, ол құмырсқалар естігеннен кейін артығымен беріп тастайды. Сөйтіп, оны көрген аңшы таңқалып қалады. Өте тамаша, жарайсың. Иә, тағы айтады. Иә. Не туралы айтасың? Арыстан туралы. Арыстан туралы. Тыңдаймыз, балалар. Bir gün Arslan ұйықтап жатқан жерінен тышқан бақылай оның үстіне мініп кетеді. Ал Арыстан үстіне бір нәрсе мінгенін сезіп оянып кетеді. Тышқан оны көрген соң Арыстаннан жалынады. Арыстан мені жібере салыңызшы, мен сіздің тістен кейін кеткенімді білмеппін" дейді. Арыстан алып "Сен әлі кішкентайсың ғой" дейді. Сосын тышқан айтты: "Саған өте жаман келіп қаларды. Сосын Тышқан айтты ма? Сосын Арыстан адамдардың құрған тұрағына түсіп қалады. Сөйтіп, Арыстан бір-екі рет ақырын ешкім бірақ оны тышқан байқап қойды да тістерімен торды тістеп жатса Арыстан оған рахметін айтады. Арыстан арнама. Өте тамаша, жақсы. Иә, айта ғой. Жасла. Арыстан дейтін кенгурунун баласы жегісі келеді. Сосын сол жаңағы кенгуру Арыстанды байқап қойып, жаңағы кенгурунун баласы қалтасына салып қашып кетеді. Сосын Арыстан байқап қалады да артына қуалап кетеді. Сосын алдынан тышқан шығады. Кенгурунун алдынан "Неге асығып бара жатырсың?" дейді. "Мен тез тығылып тез табуым керек, әйтпесе мені баламды жеп қояды" дейді. Арыстан артынан қуалап келе жатыр дейді. "Саған көмектесейін" бір жерде сосын бір жерде тығылып қалады олар. Сосын Арыстан етін жеп кете береді. Сосын жаңағы кенгурунун дауысын естиді. Сосын сол жаққа жүреді, ол жақтан жоқ болады. Сосын көлеңкесін көреді, ол жақтағы тұзаққа түсіп қалады. Адамдар кетеді. Сосын тышқанға рахмет айтып көп сау бол дейді. Жаңағы кенгуру. Түсіндік па, балалар? Иә. Естіпті. Кенгуруды кім құтқарды? Тышқан құтқарды, иә? Иә. Жақсы, жарайсыңдар. Жақсы, жарайсыңдар, балалар. Олай болса, біздер міне бүгін еңбектің бізге қандай пайдалы екенін түсіндік қой, иә? Еңбек ету арқылы біз өз мақсат мұраттарымызға жетеміз екен. Енді біздер 4-ші топты Қазақстан деп алдық. Еңбекті Қазақстанға шақырамыз ба? Шақырамыз. Біз қай елде өмір сүріп жатырмыз? Қазақстан. Онда Қазақстан елі 4-ші тобымыздың атауы Қазақстан. Еңбекті біз Қазақстанға шақырамыз. Солай ма? Қазақстанға еңбек келді. Енді не істейді? Еңбек келіп Қазақстанға бізге не үйретеді? Кім айтады? Тағы еңбектерін үйретеді. Тағы да? Ол тіштік етуді үйретеді. Тағы? Сөйтіп, ол біздің Қазақстанда көп қоқыстар шашылып жатады. Соны шашпауды, не қылмауды үйретеді. Өте тамаша. Ағаш егуді үйретеді. Тағы да? Біздер кімбіз қазір? Қазақ баласымыз. Мектепте оқитын оқушы баламыз, иә? Онда біз оқушы болсақ, бізге нені үйретеді еңбек? Тәртіпті болуды үйретеді. Өте тамаша, тәртіпті болуды үйретеді. Тағы да? Ақылды болуды үйретеді. Тағы да? Мықты болып оқуды үйретеді. Тағы да? Бір-бірімізді сыйлауды үйретеді. Өте тамаша. Тағы да? Жемісін табуды да үйретеді. Осылайша біз еңбектеніп жемісімізді табуды үйретеді. Тағы да? Толықтырамыз балалар. Көп айтатын зат. Еңбектенетін зат көп бізде. Тағы? Үздік құтырушы үйретеді. Үздік оқушы болуға үйретеді. Тағы да? Кәне, айтамыз балалар.
болуға, тағы да Папа айтқанын тыңдауға үйретеді. айтқанын тыңдауға үйретеді мұғалімнің, иә? Ағаш егуді, тағы да жазуды, оқуды, мықты болуды үйрететін бізге не екен? Еңбек. Еңбек түбі жеңбек деген нақылда бар, иә? Иә. Жалқау. Еңбектің қасында жалқау жүре ала ма? Жоқ. Ол еңбек жалқауды ұрып, ізде қалдырып, өзі бірінші болып не істеу керек? Тұрады бірінші болып, иә? Мысалы, еңбектің наны тәтті. Иә, еңбектің наны тәтті. Өте тамаша. Тағы да өте тамаша, жарайсың, иә. Міне балалар, көрдік па? Еңбек ету арқылы біздер қандай адам болып жетсеміз ертең бүгін? Ең Күшті Қазақстанымыздың мықты азаматтарының бірі болып жетсеміз ба? Иә, онда біз үнемі еңбектеніп ақылды болып жүреміз ба? Өте тамаша балалар, жарайсың. Енді балалар, кітабымыздың 117 бетін ашамыз. Түгел. Бізде кітапта неше сурет бар? 4 сурет бар. Бірінші суретті кенгуруды, бірінші топ еңбек кенгуруға барсын. Екінші топ куала, еңбек куалаға барады. Үшінші топ еңбек ағайдыға барады. Төртінші топ еңбек маймылға барады. Осы төртеуіне не үйретеді екен? Кәне өздеріңіз өз ойыңызша тұжырымдан отырып ойласыңдар, сосын айтасыңдар. Кәнеки. Иә? Иә? Жылдан. Дайынсыздар ма? Кім айтады? Иә, айтама жан. Өте тамаша, кенгуруға баласын қалтасына салып бағып жүріп те үйреткен екен. Отыра ғой, екінші топ. Бұл қандай жануар? Куала. Иә? Өте тамаша. Ағаштан ағашқа секіріп, өзінің тамағын табуды үйретті. Әйтпесе ол қандай болған? Аш қалатын еді. Өте тамаша. Үшінші. ағайындыларға тіршілік және балық аулауды үйретеді. Иә, өте тамаша. Төртінші маймыл айтады, сен құр көңіл-күйіңді түсіріп отыра бермей, адамдарға секіріп ойнауды айтады. Солар саған таңдалғаннан кейін, олар саған тамақ береді. Иә, солайша сенің қарның тояды дейді. Солай ма? Иә. Олай болса біз маймыл сияқты өкпелеп, бірдеңеге күрсініп, құр отырған жерімізде отыра берсек, барлық заттан не қаламыз? Бос қаламыз. Сол үшін еңбек бізге де нені үйретеді? Тіршілік етуді, еңбектенуді, жақсы адам болуды үйретеді. Өте тамаша, жарайсыңдар балалар. Қазір осы тақырыпқа байланысты виртуал ойынын ойнайтын боламыз, иә? Балалар, кәне бірінші топтан бір оқушы келсін. Иә, келе ғой, бәрі. Біріншіні қайсысынан келсін? Еңбектің саяхаты. Иә. Сұраққа жауап бересің еңбектің саяхатына. Еңбек бірінші Африкаға барды, содан кейін Антарктидаға, Үндістанға және Қазақстанға өзіміз келгізетін боламыз. Иә, өте тамаша. Келсеміз ба? Иә. Отыр орынға. Иә. Келесі. Кім келеді? Иә, жасынан келе ғой. Нешті аламыз балалар? Иә, баса ғой. Қайсысын басамыз? Ойланбаймыз, тез боламыз. Иә. Осы Қазақстанға өзіміз әкелеміз осы еңбекті. Иә. Оның жақсылығы бізде жақсылығы үй
Iya. Осы жемістерді алмалар беріп жатыр, су беріп жатыр. Iya. Соны кім толықтырады балалар? Iya, келе ғой жаным. Iya. Мемлекеттің Қазақстанға келуі, ол еңбекті біз өзіміз Қазақстанға келгіземіз. Iya. Қалай келгіземіз десеңіз, ол бірінші Америкаға барды, Африка. Iya, айта бер. Анталияға барды. Iya. Бүкіл әлемді шарлады дейді. Енді Қазақстанға келгенін айт сен кеп. Келген Біздер тек жалқауланып жатырмыз ба? жоқ. Иә. Қазақстанға еңбекті өзіміз әкеліп, өзіміз осы еңбектеніп жатырмыз. Өте тамаша. Иә, бізге барлық затты не істеп жатыр? Үйретіп, толықтырамыз, иә? Жеміс беріп жатыр сөйтіп. Келсеңіз ба балалар? Иә. Жақсы, жарайсыңдар. Иә. Келесі, келе ғой, Қазерке. Тез-тез жылдам. Антарктидаға пингвиндер ол балық аулауды үйренді. Еңбек оған балық аулауды үйретті және балаларды асырауды үйретіп, шығып кетуді үйретеді. Өте тамаша. Келсеңіз ба? Иә. Өте тамаша. Келе ғой, кел. Иә. Антарктидадағы теңіз мысығы баласы өскенше арқаға жүретінін үйретті. Сосын ол өзінің өткір ұзын тісімен балық аулауды үйретті. Өте тамаша. Келсеңіз ба? Иә. Иә. Келесі. Келе ғой, Жанадыр. Апай, біз? Иә, қазір шығамыз. Апай, сіз? Дауысын шығарып оқимыз. Еңбек Африкаға, ең үлкен Африкаға қара шамбырыл деген жерге түспей тұрып кеуіп кіре деген сол кезде қара қоңыз ойқып қалып, қара қоңыз шөлден қиналмай әлсіреп жүрген кезде еңбек соның құшағын алып түн батқанша күтіп алады екен. Сол кезде теңіз жақтан тұман келіп, қоңыздың арқасына теуіп, қоңыздың аузынан құйылады. Су болып ба? Өте тамаша. Келсеңіз ба? Иә. Өте тамаша, жарайсыңдар. Иә, келе ғой, Нұрислам. Апай, осыдан кейін қаражат. Ол 5-тен 7 қалды. Иә. Дәуіттің бір орнына отырып алып Балалар, тыңдаймыз. шылынша кейді жеп отырады екен. Ал сөйтіп, үнді түрнәсі болса, құстардың балапанның жұмыртқасын жейін деп шұқып жейін деген жаңағы жыланды тұмсығымен шұқып жейді екен. Келсеңіз ба? Иә. Өте тамаша, жарайсыңдар балалар. Кері байланыс рефлексия балалар. Бізде ненің суретін көріп тұрмыз? Көңіл-күй құмырасы. Бірінші, қандай гүл бар? Жасыл гүл. Екінші, үшінші, қызыл гүл. Бірінші, бүгінгі сабақ бізде қандай болды? Күшті түсіндік па? Бүгінгі сабақта көңіл-күйлеріңіз қалай болғанын, сабаққа жақсы түсінгендеріңізді жаңа бағалау парағының артына жазасыздар. Егер түсінбеген болсаңдар, әлі түсінгіңіз келетін зат бар болса, онда қанағаттанарлық деп жазамыз. Бағалау парағын алып, артына жазамыз. Балымыздағы бағалау парағына аты жөнімізді жазып, түсінбегендерімізді белгіледік қой, иә? Енді соның артына бүгінгі сабақ сізге қалай болды? Керемет болды ма? Әлі түсінгіңіз келетін зат бар ма? Орташа болды ма? Қалай болды саған? Соны өз жазасыңдар. Керемет болды ма?
бала жақсы болды ма, қанағаттанарлық болды ма? Солай әркім өз ойын жазады. Менімен тең жарысады. Иә. Бір-бірімізден көшірмейміз, әркім өз ойын жазу керек. Топ басшы жинап маған бере қойсын сосын, иә? Алла дайын болсақ жайлап әкеле береміз, иә. Үшінші топ өте тамаша, жарайсың. Иә. Жақсы, екінші топ тамаша, бірінші топ жарайсың. Төртінші топ жарайсың, өте тамаша. Балалар, олай болса, сіздерге үйге тапсырма. Осы ертегінің мазмұны бойынша үйде жоспар құрып береміз. Жаңағы сабағымыздың 3-ші мақсаты бойынша, иә? Бөліктерге бөліп, бізде 4 бөлік бар, сол әр бөлікке бір жоспар құрып, айтуға, әңгімелеуге дайындалып келеміз. Жарай ма, балалар? Иә. Жақсы. Олай болса, келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар. Сау болыңыз. Мен сіздерді жақсы көремін.